Жамбыл облысында қатерлі ісік жасанды интеллектінің көмегімен анықталмақ. Келесі жылы Таразда жаңа технология енгізіледі. Бұл туралы облыс әкімі Ербол Қарашөкеев Астанада өткен баспасөз мәслихатында айтты. Жаңа жүйе науқастарды ерте диагностикалау мен жедел емдеу үшін тиімді. Радиолог маман жетіспейтін шалғай аудан және ауыл тұрғындарының мәселесін шешуге де сеп болады. Сонымен қатар жүрек қан тамырлары, созылмалы респираторлық ауру, диабеттен көз жұмғандардың санын төмендету бағытында жұмыс жүріп жатыр. Аймақ басшысы медицина саласында көрсетіліп жатқан қолдауға тоқталды. Бюджет қаражат есебінен 5 миллиард теңгеге 18 бірлік медициналық диагностикалық техника, 38 санитарлық машина сатып алынды. Бұл ерте диагностиканың жедел жәрдем жұмыстарының сапасын мен ауылдық жерлерде медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Ал Тараз қаласы жуырда 2 әкімшілік ауданға бөлінеді. Ербол Қарашөкеевтің сөзінше бұған қатысты үкімет қаулысы дайын. Жақында мәслихатпен бірлесіп шешім шығарады. Өйткені заң бойынша халық саны 400 мыңнан асқан қаланы 2 ауданға бөлу қажет. Шаһарда қазір 430 мыңнан астам адам тұрады.